Сүттің сывороткасынан дәмді тоқаштар жасаймыз. Тоқаштар нәзік, жұмсақ болып шығады, күшті көтеріледі. Жасап көріңіздер. Ең бірінші сүттің жылы сывороткасына қант, тұз, ашытқы салып, 10 минут ісінуге қойып қоямыз. Содан кейін жұмыртқа салып араластырамыз. ұн салып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды кесіп, дөңгелек жасап шығамыз. Жаямыз. Шеттерін кесіп, ішіне салмасын саламыз. Ораймыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, пешке 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Дайын. Тоқаштарымыз жұмсақ болып шығады. Күшті көтеріледі. Ас болсын. Сіздермен болған Фатима Алдияр.